Жамбыл жырау сарыбаспен айтысқанда домалақ анасының бір қасиетін былай жырлаған. Бәйдібек жылқылы бай еді, байдың малына кім көз тікпейді. Қоңсы жатқан қырғыз елінің Аққошқар деген батыры бір топ жігітімен Бәйдібектің мыңғырған жылқысын бөле жарып айдай жөнеледі. Жолшыбай бұлақ басында отырған жалғыз қараша үйге кез болады. Аққошқар батыр алдынан шыққан ақ жаулықты мұғым денелі домалақша қызыл шырайлы келіншектен сусын сұрайды. Ол бір зерен қымызды сіміріп алады да: "Ал, рахмет, мына жылқыдан қалаған біреуін ұстап қал", дейді. Домалақ ана жылқыны аралап жүген құрық тимеген шу асау сары бауыр айғырды қалайды. Аққошқар: "Ол асау айғыр ғой, қайтып ұстайсың", дейді. Ана құраулап: "Сары құлыным келе ғой" десе, әлгі тәкаппар нән айғыр бас білген тайдай ананы барып искелеп тұра қалады. Домалақ ана басындағы ақ жаулығын шешіп алып, айғырдың мойнына бір орайды да жетелеп үйіне қарай жүре береді. Аққошқар жылқышылармен оған аң-таң болып қарап тұрады. Сары айғырды үйдің белдеуіне байлайды. Аққошқарға қарап: "Өзге жылқы сенде болсын, түп қазығы менде болсын, енді жүре беріңдер", деп қала береді. Олар жылқыны ерсілі-қарсылы сойылдап, даланың шаңын бұрқыратып қуа жөнеледі. Әне-міне дегенше белдерден, таулардан асып, қарасын үзіп кетеді. Ертеңіне түс мезгілі болғанда Бәйдібектің 8 ұлы шауып келеді. "Айғырды неге ұстап қалдың? Өзге жылқылар қайда? Қалай қарай айдап кетті? Балалар, артынан қумаңдар, сендер аз, олар көп, жазым боласыңдар". Ержүрек 8 ананың жалынғанына көнбейді. Артынан бел асып кетеді. Қуып жетіп, барымташылармен айқасады. Көптің аты көп. 8-ін ортаға алып, шетінен сойылға жығып тастайды. Жылқысын оның артынан қуып кеткен балаларын іздеп, бір топ жігітпен Бәйдібектің өзі аттанады. Жолшыбай Нұрила зайыбына соғады, жөн сұрайды. "Жылқыңызды Аққошқар деген айдап кетті. Мен сары айғырды ғана ұстап қалдым. Айғырың анау тұр. 8 балаңыз артынан қумаңдар, жылқының өзі қайтып оралады. Олар көп, мерт боласыңдар" десем, тілімді алмады. Барымташылардың соңынан қуып кетті. Бәйдібек те жігіттерімен барымташылардың ізіне түсіп қырасып кетеді. Бір терең сайдың сағасынан өте бергенде 8 баласының 8 жерде қан болып жатқан үстінен шығады. Бәрі бауырымдап жылап, сүйектерін жинап, бір-бір артқа артып, домалақ ананың аулына алып барады. Төңіректен ел жұрт жиналып, жылап-сықтап, 8 ерді ақ жуып, арулап жота басына жерлейді. Бастарына обата сүйіп белгі қояды. Бүгінде сол Бәйдібектің 8 ұлы жерленген шоқы басындағы обаны 8 сарының белгісі деп атайды. Жамбыл ақын бұл оқиға соңын былай жырлаған: "Домалақтай енемнің қасиеті көп еді, таңға жуық болғанда жылқы келер деп еді. Түн ортасы болғанда құрайт салып домалақ, сарайғырдың даусына тас жаңғырды домалап. Таң сарғайып келгенде қалың жылқы шұрқырап, келеді шаңы бұрқырап". Міне, осыдан ақ домалақтай қасиетті әулие анамыздың Қобыланды батыр эпосындағы Тайбурылды баптап тұлпар еткен Құртқару сияқты жылқы тілін білетін бапкер шаруа екенін білеміз. Ташкент шаһары Қараша бидің қызыл қыштан соққан кең әулісіндегі үйіне Борылдайдан келген домалақ ана балаларымен қауышып, немерелерін бетінен сүйіп, арқа-жарқа боп қалады. Қасиетті ананың шаһардағы үйіне келгенін естіген қазақ, өзбек көршілері бірінен соң бірі келіп сәлемдесіп жатады. Айлар, жылдар өтеді. Бір түні домалақ ана түс көріп, ерте оянады. Жарықшақ баласына түсін баян етеді. "Түсімде отағасым қасыма кел" деп шақырады. "Мен елге көшіріңдер". Жарықшақ Дулатты шақырады. Бәрі ақылдасып, анасын Боралдайға көшірмек болады. Дулат 2 күймесін әзірлейді. Біріне анасы мен өзінің әйелі Күлзейнетті отырғызады. Екінші күймеге жолазық сусын артып, өзі 20 жігітпен қасына ереді.
3 күн дегенде олар бала бүгенге жетеді. Аттарын отқа қойып, өздері өзен жағасында сусындап отырады. Домалақ ана балаларына: мен елге жеткен соң олай-бұлай боп кетсем, аталарың Байдекеңнің қасына қойыңдар. Егер жолда өлсем, ары-бері сүйремеңдер, сол жерге қойып, басыма белгі қоярсыңдар, дейді. Балалары: ойбай апа, ондай сөз айтпаңыз, сіз әлі шөберелеріңізді көресіз, деп көңілін жұбатқан болады. Домалақ ана өзеннен беті қолын жуып дәрет алады. Жан жағына қарайды, Түркістан жаққа, құбылаға қарап күбірлейді. Сөйтіп көк майса балауса шөпті кешіп ары-бері жүреді. Тыныс алып, кең аспанға тамсана қарайды. Күлзейнет келіні жай намазын жаяды. Ана кіші бесін намазын оқып дұға қылады. Бетін сипап, енді ұмтыла бергенде орнынан тұра алмай қалады. Келіні тамырын ұстайды да, анадай жерде жігіттермен бірге отырған Қожа Әзіз Құсейін имамды шақырады. Ол ананың иманын үйреді. Қасына ерген бала шағасы, жігіттері үрпейсіп шоғырлана қалады. Сөйтіп 1456 жылдың 28 мамыр айында 78-ге қараған жасында қасиетті әулие ана Нұрила Домалақ ана дүниеден өтеді. Дулат бастаған үрім бұтаға басына сағана тұрғызады.